Ақша туралы аңыз бен шындық. Америкада ақылды болсаң, неге бай емессің деген мәтел бар екен. 5 сөзден құралған мәтелдің астарында көп дүние жатқандай. Табыс пен ақшаның көзі қара күште емес, ұтымды жүзеге асырылған жоспарда. Яғни ақылда. Олай болса, төмендегі бірнеше аңызды оқып бай болыңыздар. Бірінші аңыз. Мамандығымда әуелі баста дұрыс таңдағанымда бай болатын едім. Шындық. Кез келген салада жүріп миллионер болуға болады. Барлық айыпты таңдау мен мамандыққа жаба салуға болмайды. Бар болғаны қолда бар мамандықтың қыр-сырын игеру керек. Екінші аңыз. Егер ата-анам бай болғанда, мен де табысты болатын едім. Шындық. Тарихқа көз жүгіртсек, ең бай адамдар кедей отбасынан шыққан. Кейбірі орта ауқатты отбасынан шыққан. Бай отбасылардың өздері де ақшаны тиындап жинап, орнымен жұмсауға мәжбүр болған. Үшінші аңыз. Мектеп қабырғасында жақсы оқығанымда ақшаны көп мөлшерде табатын едім. Шындық. Көз қорқақ, қол батыр. Дәріс тыңдай бергенше тікелей іске көшудің маңызы зор. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, бай адамдардың арасында озат оқушылар аз. Төртінші аңыз. Әттең, мүмкіндіктерімді жіберіп алдым, әйтпесе бай болатын едім. Шындық. Бай адамдар жастық шағында бақытты болған жандар деп айту қиын. Олар табысы болу үшін барын салған. Табыс пен мүмкіндікті күтудің қажеті жоқ. Оларды өзіміз жасауымыз керек. Бесінші аңыз. Мемлекетімнің экономикалық жағдайы жақсы болғанда, мен де бай болатын едім. Шындық. Кез келген мемлекетте, кез келген қоғамда миллионерлер бар. Яғни ақша барлық жерде. Алтыншы аңыз. Ай сайын жалақымды күтіп отыратын отбасы мен мемлекеттік қызметім болмағанда, мен миллионер болатын едім. Шындық. Мәселе жауапкершілікте емес. Сол жауапкершілікке қалай қарайтындығыңызда. Сізге ақшаны үнемдеп үйрену керек. Жетінші аңыз. Қазір жылдан баюға көмектесетін жұмыстар аз. Шындық. Сіз қателесесіз. Бүгінгі таңда ондай мүмкіндіктер өте көп. Сегізінші аңыз. Өзім жалғыз миллионер атануым қиын. Егер мемлекет пен отбасым бастапқы жолда көмектесіп жіберсе, мен міндетті түрде баюшы едім. Шындық. Сіздің басыңызда кез келген жағдай болуы мүмкін. Жұмыстан шығып, отбасыңыз сізден бас тартуы мүмкін. Сондықтан да табысыңыз үшін сіз ғана жауап бересіз. Тоғызыншы аңыз. Қолымда көп ақшам болса, үлкен іс бастаушы едім. Шындық. Теңіз де тамшыдан құралады. Барлығын кішкентайдан бастаңыз. Күткен адамдардың барлығының үміті ақтала бермейді. Сол себепті уақытты жоғалтпай, әрекетті дәл қазір бастаңыз. 10-шы аңыз. Ақшаны тек ауыр жұмыстар істеу арқылы табуға болады. Шындық. Жер бетінде ауыр жұмысты кедей адамдар жасайды. Байлар ақыл парасатымен ғана жұмыс істейді. 11-ші аңыз. Ақша табу үшін көп ақша керек. Шындық. Ақша бар болған мүмкіндікке жармасып қалу үшін қажет. 12-ші аңыз. Жақсы жұмыс байлыққа жеткізеді. Шындық. Жұмыс уақытша табыс көзі ғана. Сіз ақша үшін емес, ақша сіз үшін жұмыс істеуі қажет. Сондықтан қай салада жүрсеңіз де жеке бизнесіңізді ашуға ұмтылыңыз. Ешкімнің ақысын жеме. Мал дәулетіңнің берекелі болуы кісі ақысын жемеумен тікелей қатысты. Алла елшісі бір хадисінде жұмысшының ақысын маңдай тері кеппей тұрып беріңдер дейді. Яғни қарапайым жұмысшының айлығын асыға күтіп отырған үйінде бала-шағасы бар екенін кәсіпкер терең түсініп, үлкен жауапкершілікпен сезінуге тиіс. Сонда оның тапқаны адал, көңілі тыныш. Еңбегі дұрыс бағаланып, еңбек ақысын уақытылы алған жұмыскер жұмысын бар ықыласымен адал атқаратын болады. Дәстүрлі әнші Жәнібек Кәрменов бұл жайлы былай дейді. Еңбекпен еккен бәйтерек күтімін тапсаңыз болмайды. Қулықпен тапқан мал арам, өзіңе қайыр болмайды. Рас, қулықпен біреудің еңбегін жеп тапқан табысын түбі жақсылыққа апармайды. Адал табысқа ынталандырған Алла елшісі бала-шағасын адал табыспен асырауға тырысып жүрген адам Алла жолындағы күрескермен тең. Ар ұятын сақтап адал дүние іздегендей шейіттермен деңгейлес деген.